Біріншіден, қарызыңызды қайтара алмай жүрсіз бе? Қарызды қалай заңды қайтаруға болады? Ұрып соғып қайтаруға бола ма қарызды? Біріншіден, қарызды қайтару үшін сотқа талап арыз беру керек. Сонымен қоса ходатайство жазу керек. Не туралы? Жаңағындай сізге қарыздамның мүліктеріне, счеттарына арест қою туралы. Содан кейін сот өтіп, соттың шешімі шығады. Соттың шешімінің негізінде осы қойылған, аресттер қойылған мүлікті аукцион арқылы сатып, қарызыңызды қайтарсаңыз болады. Осының барлығы Қазақстан Республикасының азаматтық кодексінде белгіленген. Ал егер сізге қарыз адамды ұрып соғатын болсаңыздар, әрине оған Қазақстан Республикасының қылмыстық кодекс бойынша жауап беруіңіз мүмкін. Сондықтан ұрып соқпай, азаматтық кодекстің ішінде реттелген нормалар арқылы, мүлігіне тыйым салу арқылы, аукцион арқылы қарызыңызды қайтарған жөн болады. Сіздермен болған заңгер Шыныбаев Марғұлан. Біздің YouTube каналға тіркеліңіздер.